Шетелде туып өсіп ғылым жолын қуған қазақтар бүгін тарихи отанында бас қосты. 40-тан астам ғалым отандас ғалымдар форумына қатысты. Мұндай іс-шара алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Қонақтардың арасында медицина, агрохимия, тарих, филология, жасанды интеллект және нанотехнология сынды салаларда еңбек етіп жүрген мамандар бар. Жиын олардың тәжірибесін елдің ғылыми инновациялық дамуына және стратегиялық мақсаттарына бағыттауды көздейді. Форумға Қазақстан ғалымдары да қатысты. Қытайдың Үрімжі қаласында туылып, Шинжаң медицина университетінде клиникалық емдеу мамандығын тамамдадым. Францияда жалғасты білім алып, медициналық зерттеумен шұғылдандым. Бұл баяндамамда алдымен Франциядағы психиатриялық емдеудің жалпы лама жағдайын түсіндіре кетіп, сосын Қазақстанға өзімнің көрген білгенім туралы жақсы бір үш мазмұнда бір ұсыныс қоймақшымын. Сондай-ақ жиында Ұлы дала халықаралық жобасы аясында шетелде тұратын қазақ қаламгерлерінің кітаптары таныстырылды. Биыл жобаға 25 шығарма ұсынылып, комиссия 9 еңбекті таңдап алған. Ұйымдастырушылардың айтуынша отандас ғалымдар форумын дәстүрлі түрде өткізу жоспарда бар. Ал биылғы бас қосудан соң арнайы жинақ шығарылмақ. Бүгінгі жәнегі тұсаукесерлер баяндамалары болады ғой. Сол баяндамаларды біз жинақ қып шығарайын деп отырмыз. Жинақты біз осы Қазақстандағы ғалымдарға беріп, осы Қазақстандағы институттарға, университеттерге жеткіземіз.